құтқарылу мейрамы таяп қалған еді. Иса мейрамасын дайындауды Петр мен Жоханға тапсырды. Мен азап шегер алдында мына құтқарылу мейрамының асын сендермен бірге жеуді аңсап едім. Құдай патшалығында құтқарылу толықтай жүзеге асқанша мен осы асты бұдан былай ішпеймін. Құдіреті күшті Құдай әлемнің иесі, ризық етсін деп бізге жүзім шырынын бердің. Мұнан алып өзара бөлісіңдер. Өйткені сендерге айтамын, Құдай патшалығы орнағанша мен жүзім шырынынан ішпеймін. Мейірім шапағаты шексіз жаратқан ие, ризығымыз үшін сен бізге астық бердің. Бұл сендер үшін беріліп жатқан денем. Мені естеріңе түсіру үшін осылай істеңдер. Мына тостаған сендер үшін төгіліп жатқан қаныммен бекітілген жаңа келісім. Ал мені өз қолмен ұстап беретін опасыз менімен бірге дастархан басында отыр. Көктен келген мен Құдай алдын ала белгілеген жолмен жүрем, бірақ опасыздық еткен қасіретке қалады. Не айтып тұр? Не айтып тұр? Ешкім олай істей алмайды. Опасыздың атын айт, Қошан.